Сәлеметсіздер ме оқушылар? Парасат пен пайым бөлімі бойынша Қасым Аманжоловтың өзім туралы өлеңіндегі ақын портреті тақырыбын ұсынғалы отырмын. Сабақтың мақсаты көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс, эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма жазу. Өзім туралы өлеңі ақын өмірінің соңғы кезеңдерінде өткен күндерінен қорытынды ретінде жазылған, өмірінің нәзік қылын шертетін сыршыл өлең. Өлеңдегі басты тұлға Қасым Аманжоловтың өзі. Өзіндік ақындық тұлғасы мен адамгершілігі, мінез-құлқы өлеңде әр қырынан толық шешімін тапқан. Айналадағы оқиғалар мәні, адамдармен қарым-қатынасы, дүние құбылыстары, өмір сүру, оның мәні мен мазмұны, өмірдің мәңгі емес екендігі бас кейіпкердің көзқарасымен өте тамаша суреттелген. Ақын өмірге бос келіп, бос кетпеу жөнінде үлкен ой тастайды. Адамзаттың өмірге қонақ екендігін, үлкен сапарда артында өлмес мұра қалдырудың үлкен іс екендігін тілге тиек етеді. Берсең бер, бермесең қой баспанаңды, сонда да тастамаймын астанамды. Өлеңнің отын жағып асырармын, өзімді, әйелімді, жас баламды деген сөздерінен өмірдің көлеңкелі жақтарын көп көріп, өз заманында тиісті бағасын ала алмағанын, сөйте тұра өлеңді өмірінің өзегі еткен, туған елін ардақтаған ұлтжанды ақын екенін аңғару қиын емес. Өлеңде ақынның өзі туралы толғанысы, сезімі, ақындық мақсаты айтылады. Мәселен, өмір жоқ түскен жерде бір арнаға, көп күттім, көп тіледім құмарлана. Қайтейін жетер емес қысқа өмірім, алыстан көрінгенмен құмарлана. Ақын арманы шексіз, бірақ сол арман жүзеге асыруға уақыт жетпейтіндігін, өзінің өмірінің қысқа болатындығын сезгендігі көрініп тұр. Қасыммын, сол баяғы бір Қасыммын, бақытын ойламайтын қорбасымның. Тымырсық түнек болсаң дұшпаныңмын, ақ көңіл адал болсаң сырласыңмын. Бұл тұста ақынның кең пейіл, жайдары мінезін байқаймыз. Ақтықты, адалдықты сүйетін өзі де пәк ақын деп білеміз. Келесі тапсырма: өлеңді оқи отыра ақынға мінездеме бер. Ақынның бойындағы адамгершілік қасиеттерді танытатын өлең жолдарын табыңдар. Одан кейінгі тапсырма, екінші тапсырма кесте толтыру. Бұнда негізгі мәселелер ақынның өзін таныстыруы, өлең туралы толғанысы, өмір мен өлім жайлы толғанысы, туған елі, туған жері туралы толғаныстарын қай шумақтарда берілгендігін жазамыз. Үшінші тапсырма: ақын бейнесін талдай отырып, еркін тақырыпта шағын эссе жазу. Қасым өмірді сүйген ақын, майданда от кешкен, тұрмыс тауқыметін тартып, дертті болған ақын еш мойымайды, күйзелмейді, сөзі тозған жоқ, өлеңі ескірген жоқ, уақытпен үндесе алмай жатқан жоқ. Қасым сол баяғы Қасым күйінде қала береді. Тахауи Ахтанов айтқандай, ақынның адал, шыншыл мінезі өзімен бірге өлген жоқ, тамаша өлеңдерінде жүр деген. Қасымды өртке тиген дауылдай өлеңдерімен бірге арамызда жүр деп сезінеміз. Аз ғана ғұмыр кешіп әдебиетімізге зор үлесін қосып кеткен дауылпаз ақынды ұрпағы мәңгі жадында сақтап, мәңгі мақтан тұтпақ. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.